қызды тәрбиелегенің, бір ұрпақты тәрбиелегенің деген екен ата-бабамыз. Бұл сөздің астарында үлкен мәселе жатыр. Өйткені қыз болашақ ұрпақтың анасы. Ата-бабаларымыз қызды қонақ деп есептеп, барған жерде бағының ашылуын үйде отырып қамдаған, еркін ұстаған, бірақ тым еркінсітпеген. Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін дей отырып, қызға қырық үйден тыйым жасайды. Ал елдің, ұлттың болашағы боларлық қыздарымызға тәрбиені қалай беріп жатырмыз? Олар өзінің өміріне азық болар бар құндылықты бойына сіңіріп жатыр ма? Ата-ана қызына салт дәстүрін, нәзіктігіне сай ұлттық тәрбиесін бере алуда ма? Осы төңіректе қыздарымызға тамшыдай болса да көмегі тиер деген мақсатта қыз қылығымен жобасын бастағалы отырмыз. Жобаның мазмұны қыз баланың өмірдегі орнын, маңыздылығын көрсетуге, қыз балаға берілетін ерекше тәрбиелер мен тыйымдарға, оның бойында кездесуі керек ізгі қасиеттерді анықтауға, оларға ақыл кеңес беруге, сырласуға, ата-аналарына көмек көрсетуге арналады. Қызға қырық үйден тыю деген мақал ауыл болып, ағайын болып қызға ақыл айту, өсиет айту, өнеге көрсету деген сөз. Олай болса, қыз тәрбиесі тек әке мен шешенің ғана емес, ағайын туыстың, бүкіл ауылдың, қоғамның мәселесі болуы тиіс. Іңгәлап дүние есігін ашқан күннен бастап, ерекше құрметке ие болған қыз баласы арқасына ауыр жүк арқалап өседі. Оның әрбір іс-әрекеті қадағалауда болып, анасының мінез құлқымен, іс-әрекетімен сусындап бой жетеді. Жеңгесі мен анасының ақыл кеңесімен аяғын аңдап басып, жат елге тұрмысқа шығады. Онда ибалы келін, салихалы ана атағына ие болып, иманды, рухани бай ұрпақ тәрбиелеп, немерелері мен шөберелеріне әдемі ертегі айтатын, аяулы әже атанатын күнге де жетеді. Бүкіл ел аяулы әженің берген өнегесі мен тәрбиесін айтып, ұрпағын тәрбиелейді, қыздарын өсіреді. Міне, қыз баланың саналы ғұмыры осылай өрледі. Елдің өнегесі болған сол аяулы әже артына бұрылып қарап, ұрпақтарына берген тәрбиесіне көз салғанда, өзінің көрсеткен тәлім тәрбиесіне үңілгенде, кеудесін мақтаныш сезімі кернейді. Біздің айтпағымыз да осы. Қазіргі өзіміз тәрбиелеп, өсіріп отырған қыз балаларымыз әже болған сәтінде осылай өткеніне көз салғанда мақтана алу керек. Ал ол сол дәрежеге жету үшін аяулы қыздарымыздың әрбір қадамы тұнған ұлттық тәрбие мен рухани байлық болуы керек. Біз бұл жобамыз арқылы қыздарды ғана емес, көп жағдайда өз балаларына салт дәстүрді жете түсіндірмейтін, үлгі өнегені көрсете алмайтын ата-аналарға ақыл кеңес бермекпіз. Анасы үнемі жұмыста болып, өзінің ішкі сырын кімге айтарын білмей жүрген жауқазындарымызға сырлас болмақшымыз. Оларға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін көрсетер бағдаршам болуды мақсат еттік. Бүгін сол көп аналар ескере бермейтін, мән маңызы зор бір дәстүр туралы айтпақпыз. Ол қыз баланың өміріндегі айтулы күн құлағын тесу. Қазіргі ата-аналар бұл дәстүрдің тереңіне үңілмей, енді тәй-тәй басып, қалтаңдап жүрген сәбидің құлағын тесіп, сырғалым атандырып қояды. Бұл кезде бала есін білмейтіндіктен, бұл дәстүрдің маңызы да, мағынасы да түсініксіз болып қала берді. Қазақ салт дәстүрінің, әсіресе қыз бала тәрбиесінің қайнар көзі болған Зейнеп Ахметова апайымыздың бұл туралы айтқан ойына назар аудара кетейік. Негізі қазақ 9 жасты балиғатқа толған кез деп айтады екен, ал 7 қазақ үшін қасиетті санның бірі. Қыздың құлағын көп жағдайда тек 7 жасынан бастап тескен. Тұлымшағы желбіреген кішкентай қыз 7 жасқа дейін қуыршақ ойнаған болса, құлағы тесілгеннен кейін оның мінез құлқы бірден өзгереді. Осыдан бастап сен енді сырғалы қыз болдың. Сырға таққан соң қыз санатына қосылдың. Енді саған қуыршақ ойнау жараспайды деп, оның құлағына жайлап сіңіре береді. Содан бастап қыз баланың киетін киіміне дейін өзгереді. Бүрмелі көйлекті осы кезден бастап кигізетін болған. Бұдан бұлай ол қуыршақтың орнына қолына кесте алады, оюды үйренеді. Ол ендігі жерде жеңгелерінің қазан ошақ жақтағы істерін көретін болады. Құрт қайнатып, ірімшік жасап, жатқан апаларына көмектесіп, мән жайын білмекке ұмтылады. Қызға 40 үйден тыйым,
қыз баланың құлағын тесіп сырға салған осы сәтінен басталады. Осыған дейін тұлымшағы желбіреп жүргенде оны баласынып ешкім елемеуі мүмкін. Ал құлағын тескен соң үстіне камзол көйлек кигізіп шашын өріп қойғаннан кейін оны қыз болды деп есептеп, үлкендер жағы әрқайсысы өзінің бір өнегесін үйретуге тырысады. Құлақты қалай тескен? Құлақ тесерде алдымен сырғалығының екі жағынан екі тарыны сәйкестендіре қойып, жанын кетіре уқалайды. Содан кейін ғана отқа қыздырылып, әбден тазаланған инемен тескен. Бұрынырақта құлақты тескен соң бірден сырға салмай, иттің жүнінен ширатылған жіпті өткізіп қоятын болған. Өйткені ата-бабаларымыз бір жағынан итті жеті қазынаның бірі санаса, екіншіден ит жүнінің белгілі бір қасиеттерін білген. Құлақты іріңдетпейтінін, ісірмейтінін, әрі тез жазылып кетуіне әсер ететінін білгендіктен де алдымен иттің жүнінен жасалған жіпті пайдаланған. Ал кейбіреулер шайдың шамасын өткізетін болған. Шайдың да құлақты қызартпайтын, ісірмейтін қасиеті бар. Осыдан кейін жаңағы шама немесе иттің жүнінен жасалған жіпті жылжытып қозғап отырған. Осылай 2-3 күннің айналасында қыз баланың құлағы жазылып кеткен. Әбден жазылған соң әжелеріміз немересінің құлағына күмістен соғылған сырғаны салғанды жөн көрген. Күміс өте таза, әрі емдік қасиеті мол металл. Күміс сырға таққан баланың құлағы ешқашан асқынып кетпеген, ауырмаған, әрі құлақ күміске үйренген соң алтынға да тез бейімделеді. Міне бүгінгі алғашқы тәлім сағатымыз да өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнаса, пайдаңызға жараса, біз қуаныштымыз. Келесі сабақта да осы қыз балаларға қатысты маңызды мәселені айтатын боламыз. Сау болыңыздар.